Ассаламағалейкум, құрметті достар, бауырлар, құрметті тұрақты көрермендерім. Мінекей қазір бүгінгі видео мынау бидай арпа ұнтағыш дробилка жөнінде болады. Мен мына дробилканы осы төрпіштісін сатып алып келгенмін. Осыны сатып алдым. Енді бұған не істедік? Сеткісі жоқ бұл жерде. Вообще бұған сеткі болмағанда, алдын заводта ойластырылмағанда. Енді соған мынандай сеткі ойластырып, сеткі салдым. 3 мм сеткінің қалыңдығы 2, мынаусы тесігі 3 мм сеткі. Мынаны бұлай жартылай мына жерге дейін салдым. Мынандай үштік варит етіп, мына корпусқа осы мынандай тесіп ұстатып қойдым. Бұлай болды мінекей. Сосын мынау электр қозғалтқышы. Бұда 30 киловаттық түрет. 30 киловаттық тұр. Енді бұны мен 22 киловатт қойдым. 22 киловатт қойдық. Мен осы мынандайын жинадым. Мынандай пускательмен қойылды. Сол, енді әлде де ұнтауы дұрыс болып атқан жоқ. Аз ұнтап жатыр. Сағатына 1 сағатта 1,5 тонна ұнтап жатыр. Сол үшін мен бұны күшейтем енді. Кемі 2,5 тонна қыламын. Сол үшін мына жердің барлығы менде әшейін тұр. Мынаның үстінде бункер тұр. Бункер тұр мынаның үстінде. Бидай салатын, арпа салатын. Соны мына бір көрдіңіз ба? Мына бір жерде тұр да, мінекей пышақтың. Пышақ мына жерге дейін ғана келеді. Оны бүйтіп айналдырып сыздым маркермен. Мынаның барлығы құр әшейін тұр. Сол үшін мына жерден мен кесіп тастағым келіп отыр былай. Мінекей бүйтіп кесіп тастаймын. Төрпіш тауып толықтай кесіп тастаймын да, сол кезде бункерді мынаған жақындатам. Пышаққа жақындатып қоям. Мынау пышақ мына жерге дейін келсе, маған мінекей бір елі 10 мм маған жетеді. Сосын мыналардың барлығын жақын кесіп алып тастап, осын жақындатамын. Сосын мына жер бұрыш мынандай болып тұрғасын, бұрыш қалып қояды ғой. Осы бұрышқа бүйтіп және лист варит етіп шығамыз. Ол міне астыналарды алып, мына жерді тесіп, мына жерге де сеткі қойып, варит етеміз. Достар, осындай. Бұқаны, мына ұнтап жатқаны, міне қазір көрсетем. Мінекей. Мұндай ұнтап жатыр. Қысқанда қысылмайды. Үштік сеткімен осылай ұнтап жатыр. Текке корпусын алды деген аты бар, қалғаның бәрін жаңадан істеп шығып жатырмыз. Достар. Мынау бункері. Мұнаны да өзіміз істедік. Мынаусында мынандай ақ қойдық. Мына алып тастайын қазір. Мынандай жабылады.
андайғанда жабылады міне достар. Биткен кезінде мынау ашылады. Мінекей. Мындай ашылады. Былайғанда бұл ашылады. Міне достар, мынаны былай болтты тартып тастаймын. Мысалы қаншаманы ашу керек болады. Бүйтіп ашу керек болса, осында болттың гайкасын тартып тастаймын, өйстіп төгіліп тұрады астыға қаратай. Мынаның битіне қойылды мынау. Соған мына істелді ме? Істелді. Не достар, осылай болды. Осындай болды жалпы. Осындай бункер істелді. 500 кило кетеді. Мынаның ішін мынаяғы төрпішті, бірақ мынандай мынаны қойдық. Бидай ішіне салынған арпа ақ кетеді. Мына жерге келеді. Осыны дробилканы жасап жатырмыз. Енді ертең производительниесі әбден барлығын жинастырып болғасын тағы түсірем. Қалай істеген бәрін толықтай айтып шығам. Міне достар, сосын және бір сүйінші жаңалығым. Қыста трансформатор қойдық, тоқ. Өзіміздің енді осындай трансформаторымыз бар. 40 киловаттық трансформатор. Үсті 10.000 вольт, асты 380. Мынандай қылып сип кабелмен кіргіздік. Бұны да бір күні видео қылып қызық болса, қалай істегенімізді бір күні видео қылып түсірем. Мындай рубильник қойылды. Енді мінекей мынандай щиток істеп, мінекей достар, көрдіңіздер ме? Осындай тоқты істеп алдық. Осы қысқаша ғана дробилка жөнінде видеом. Ертең толық болғасын барлық жерін жақсылап айтып, қалай істеген барлығын видео қылып салатын боламын. Осы дробилка.